Армысыздар менің құрметті көрермендерім, Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әйелім көзіме шөп салып жүрме деген ой мазалайды. Алла басқа салған соң пенденің көнбеске амалы жоқ. Сондай пенденің бірі менмін. Мұндай шарасыздыққа кез болғалы да 9 жылдың жүзі болыпты. Отбасылымын. Әйелім мен 10 жасар ұлым бар. Ең жақын қамқоршыларым да солар. Туысым жоқ емес, анам, 2 апайым мен бауырым бар. Бірақ анадан 6 болсаң да отаныңа жалғызсың дегендей, 4-еуміз бір анадан туғанмен әрқайсымыздың өз отбасымыз, өз тіршілігіміз бар. Анам ауылда, бауырымның қолында. Мен қатарымнан кештеу үйлендім, тіпті бауырым да менен бұрын шаңырақ көтерді. Бауырым үйленген соң анамның ауырын жеңілдететін адам бар ғой дегенді сылтауратып, осызға келгенше үйленбей жүрдім. Бауырым анамның қолында болған соң мен қалада қалдым. Апайларым қол ұшын беріп қаладан 2 бөлмелі пәтерде алдым. Адам бойдақтық өмірге де үйреніп алады екен. Пәтер алған соң апайларым үйлен деп қоймады. Содан үйленуге бел байладым. Өзім қатарлы қыздар арасынан ұнаған ешкім болмады. Оған қоса апайларым да жастау қыз ал, сыйластықтарың жақсы болады деп қоймады. Сөйтіп жүргенде жоғары оқу орнын жаңа тәмамдаған бір бойжеткенмен таныстым. Көп ұзамай қыздың келісімімен ол қызды алып қашып үйлендім. Ауылда 2 аптадай болған соң қалаға өз пәтерімізге келдік. Солай отбасылық өмір басталып кетті. Гүлдана жұбайым өз мамандығы бойынша мектепке мұғалім болып жұмысқа тұрды. Мен сол баяғы жеке бизнеспен айналысып жүрдім. Көтерме зат аламыз да базарда сатамыз. Бұл достармен қосылып 2000 жылдарда бастаған бизнес. Бір ізге түскен, табысымыз да жаман емес. Тек бойдақ өмірдің ойын күлкісін 2 жылға дейін қоя алмай жүрдім. Алғаш үйленген жылы үйге түн ортасында келу деген көп болатын. Үйге қонбаған кездерде аз емес. Бірақ Гүлдана соның бәріне шыдап бақты. Ол үшін жарыма айтар алғысым шексіз. Егер оның орнында басқа адам болса, бәлкім сол кезде ажырасып кетер ме еді. Арада 2 жыл өткенде Гүлдананың аяғы ауырлады. Сол сәттен бастап қыдыруды азайттым. Шамам келгенше әйелімнің жағдайын жасауға тырыстым. Ай күні толғанда Гүлдана дүниеге ұл бала алып келді. Бұл біздің отбасымыздағы алғашқы ең үлкен қуаныш болды. Енді жұмыстан кейін үйге асығатын болдым. Қиялыма ұлым мені күтіп отыратын сияқты болатын. Әйтсе де арасында пенделікке бой алдыратын кездерде болып қалатын. Ол кезде ұлым 11 айлық. 1 айдан кейін бірге толуын тойлаймыз деп жоспарлап жүргенбіз. Бірақ адамның айтқаны болсын ба, жаз мезгілі болатын. Анам Нұрдәулетті, яғни ұлымды сағындым дей берген соң, Гүлдана екеуін 2-3 күнге ауылға апарып тастадым. Қалада жігіттер бас қосатын болып келіскен соң, ауылда көп бөгелмей қайта қалаға тарттым. Қалаға таяғанда кеш түсіп қалған, не болғаны белгісіз, кенет қарсы келе жатқан жүк көлігі менің жолыма шығып соқтығыстық. Одан әргісі маған қараңғы. Есімді 3 күннен кейін ауруханада жидым. Қолым ептеп қимылдайтын секілді, бірақ аяғымды сезінбедім. Кейін білдім, бел омыртқаға зақым келіпті. Соның салдарынан белден төмен жан жоқ. 2 айдан кейін ауруханадан мүгедектер арбасына таңылып шықтым. Міне солай арбада отырғаныма 9-шы жыл. Бастапқы кезде өз-өзімнен жынданып, болмашы нәрсеге айғай шығаратынмын. Тіпті өз-өзіме қол жұмсамақ болған кезімде болды. Бірақ адам бәріне де көндігеді екен, мен де көндім. Гүлдананың арқасы десем де болады. Ол бәріне төзді, бар күйгелектігімді көтерді. Жұмысына да, үй шаруасына да үлгереді. Бизнестегі достарыма да алғысым шексіз. Әлі күнге сенің үлесің деп ай сайын ақша келіп тастайды. Әрине, бұрынғыдай мол болмаса да біршама көмек. Әйтпесе менің болмашы жәрдемақым мен мұғалімнің жалақысына күн кешу жеңіл болмас еді. Соңғы кезде мені бір ой мазалап жүр. Гүлдананың бойынан бір өзгеріс байқағандаймын. Біреуді таптым екен деген қызғаныш ішімді мысықша тырналап жүр. Осы оқу жылының басынан бастап Гүлдана ерекше киініп, сыланып, сипанып жүретінді шығарды.
Сөйтсем, Гүлдананы мектепте оқу ісінің меңгерушісі етіп тағайындапты. Бірақ ол жайлы маған 2 айдан кейін ғана айтты. Онда да мен соңғы кезде ерекше киінетін болдың ғой деген соң. Сен дұрыс түсінбей ренжіп жүрме, кейінірек айтамын ғой деп жүредім, деп ақталды. Түсінбейтін несі бар, оған неге ренжуім керек дедім де қойдым. Бірақ осы бір әңгімеден кейін көңілімде күдік пайда болды. Көп ұзамай күдігім еселене түсті. Өйткені сол әңгімеден кейін Гүлдана жиналыс болды, комиссия келді деген секілді сылтаулармен, бәлкім расымен де солай шығар, жиі жұмыстан кеш қайтатынды шығарды. Жаңа жыл қарсаңында болған ұжымдық кештен таң ата келді. Неге кеш келдік? Мейрамханалар 1-2-ден кейін жұмысын тоқтатушы еді ғой деп едім. Мейрамханадан кейін қыздар мен директор апайдың үйінде отырдық деді. Шынымды айтсам, Гүлдананың ол сөзіне сенгенім жоқ, бірақ менің көзіме шөп салып жүргеніне дәлелім де жоқ. Жаңа жыл мерекесінен кейін Гүлдананың жұмыстан кеш қайтуы да сиреген болатын. Содан да болар, көңілдегі күдік те сейіле бастаған еді. Алайда ол көпке бармады. Осы 8 наурыз мерекесінен кейін Гүлдананың бриллиант көзді жүзік тағып алғанын байқап қалдым. Көрініп тұр, арзан емес, сұрап едім, өзім сатып алдым деді. Неге маған айтпадың деген сауалыма тағы да ақшаны құрттың деп ренжиме деп ойладым деді. Көмейіме бірдеңе тығылды да одан әрі сөйлеуге шыдамым жетпей кері бұрылып кеттім. Оған қоса соңғы кезде Гүлдананың біреумен телефон арқылы жарқылдап сөйлескенін байқаймын. Сол кезде жүзі бал-бұл жайнап кетеді. Тіпті сол кезде менің бар екенімді де ұмытып кететін секілді. Қанша сыр бермейін десем де өзегімді қызғаныш өртеп, шыдай алмай кім деп сұраймын. Мектептегі пәленше апай ғой деп салады. Қазір есік алдына шығуды да азайттым. Елдің бәрі маған мүсіркеп қарайтын сияқты көрінеді. Бар алданышым ұлым, Гүлдана жазатын қағаз көбейіп кетті деп үнемі оқшауланып басқа бөлмеде отыратынды шығарды. Оған қағаз жазып емес, ұялы телефонмен хат жазып отыратынын да байқаймын. Шарасыз күй кешем. Кет деп Гүлдананы да үйден қуып шығатын жағдайда емеспін. Онсыз не істей алам? Бірақ қызғаныш жанымды жегідей жеп барады. Осылай тағдырымның сыйын күтіп алып, өмірімді сүріп келем.